Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай жаңа жылдық торт дайындайтын боламыз. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жаңа жылда жасап көруге кеңес беремін. Видеомды соңына дейін көрмес бұрын арнама тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Көждарын дайындаймыз. Ыдысқа құмшекер және 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Үстіне бал қосып, орташа отта үздіксіз араластырып ерітеміз. Сарымай қосып, тағы да ерітіп аламыз. Отта тұрғанда міндетті түрде тез араластыру қажет, өйткені жұмыртқа пісіп қалуы мүмкін. Үстіне ас содасын қосып араластырамыз. Барлық құрамын мөлшерін описаниеға қалдыратын боламын. Енді оттан алып, ұнды қоса отырып, кішкене қолға жабыстыратындай қамыр илейміз. Кейіннен қамырды холодильникке қатайғанша сала тұрамыз. Қамырды холодильниктен алып, бірнеше бөлікке бөліп, пергаментке жайып шығамыз. Енді мен осылай формасын қағаздан қиып, қамырын үстіне қойып, кесіп шықтым. Сіздер өз идеяларыңызбен шырша тәріздес түрлі формаларда жасай берсеңіздер болады. Қамырды 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Крем дайындаймыз. Салқын сливкеге дәміне қарай құмшекер қосып, жақсылап мейсерлейміз. Сливке міндетті түрде кемінде 3 күн холодильникте тұрған 33-35% аралығында болу қажет. Дайын болған кремді мешокқа салып, корждарға видеодағыдай жағып шығамыз. Осылай тортты сәндеп, холодильникке бетін жауып, кемінде 3 сағатқа қойып қоямыз. Біздің жаңа жылдық тортымыз дайын, өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Жаңа жылда міндетті түрде жасап, ештеріңізді қуантыңыздар. Видеомды лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.